Үшінші біздің сигнал беретін және рынокта өте көп кездесетін свечаның бірі ол молот. Ол қараңыздар балға тәріздес шорт және лонг молоттар кездеседі. Мынау қазір көріп тұрғандарыңызда алдағы бұл яғни лонг молот. Лонг дегеніміз бағаның яғни жоғары қараған ары қарай өсетіндігін білдіретін. Мысалы, ол төменге қарай қатты құлайды да, сосын жабылатын кезде, мысалы 5 минуттық болса, 5 минуттың бітуіне мысалы 20 секунд, 10 секунд қалған кезде ол жоғары көтеріліп, осы жоғарғы жақтан жабылады. Бұл бізде рынокта тоже өте көп кездеседі бұндай свечалар. Мысалы, жаңағы жасыл ол лонг молот болатын болса, мынау тұрған қызыл бізде ол шорт. Яғни бағаның құлайтындығын білдіреді. Также бұл жерде неге баға төмен қарай құламаған, ары қарай мен сіздерге түсіндіріп өтетін боламын. Мысалы, көп жағдайда да, мысалы, бізде мынау молотқа жатқыза аламын мына жерден. Мынаны да молотқа жатқыза аламын. Жоғарғы жағында, яғни молоттың төңкерілген және бычий молот, медвежий молот болады. Бычий дегеніміз бағаның жоғары өсетіндігін білдіреді. Мысалы, мынау молот конкретный, осы молот. Енді қараңыздар, жалпы бұл молоттың слом беретіні және бермейтіні бар. Мысалы, баға қатты құлап келе жатқан кезде, осылай молот түстес шығатын болса, фитилі төмен жағынан ұзын және жоғары жағынан кішкентай ғана фитиль шығатын болса, келесі свеча жабылып, мына кішкентай фитильді немесе мына денесін толықтырып жабылатын болса, осының үстінен, также ары қарай баға точно өсетіндігін білдіреді. Слом бар деген сөз. Слом дегеніміз, естеріңізде болсын, ол сигнал деген сөз. Слом ол сигнал. Оны тоже жазып алыңыздар. Керісінше, төменге қараған молот шығатын болса, оның кішкентай ғана фитилі болса да, болмаса да, төменге сыртынан жабылып, мына жерде төменге қарай жабылатын болса, значит, тоже слом, шортқа қарай кететінді білдіреді. Ары қарай бағаның құлайтындығын білдіреді. Молот екіге бөлінеді бізде бычий және медвежий. Бычий молот дегеніміз, яғни жоғары қарап тұрған кәдімгі балға секілді, мысалы мынау секілді молот, мынау секілді молот. Медвежий молот дегеніміз, мысалы мынау секілді молот болатын болса, медвежий болатын болса, қазір мен сіздерге медвежий молотты бір тауып көрсетіп жіберейін. Нақты слом бергенін көрсетейін. Мысалы, мынаны медвежий молотқа жатқыза аламын мен. Кішкентай ғана фитилі бар, медвежий молотқа жатқыза аламын баға, одан кейін құлаған. Мына жерлерде де, мысалы, көп жағдайда 30 минуттық таймфреймдерде көп кездеспепті, тек қана лонговый молоттар ғана кездескен екен. Жалпы рынокта сіздер осы слом, ол сигнал, 5 минуттық свечада обычно көп кездеседі. Также жоғары қараған кезде, мысалы, мына жерде де лонг молот, оған мән беріп, цветі жасыл болып тұр, қызыл болып тұр деген сияқты мән берудің қажеті жоқ. Ол, мысалы, көбісі бұны повешенный, асылған адам деп те айтады негізінде. Сондықтан рынокта көп деп кездеседі. Алдағы уақытта сіздер бұлармен жиі танысатын боласыздар.